Армысыздар, бізге жеке кәсіпкерлер жиі сұрақ қояды. Өзекті мәселелердің бірі, егер кәсіпкер нөлдік декларация тапсырса, ол мәмс үшін аударуы тиіс пе? Бұл жағдайда кәсіпкер өзі үшін жарналарды төлеуге міндетті. Өйткені ол мемлекеттік кірістер органдарында жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрады. Биыл ай сайынғы жарна мөлшері 4200 теңгені құрайды. мәмс туралы заңына сәйкес жеке кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер төлем жасамаған жағдайда төлем жасалған күнді қоса алғанда әрбір кешіктірілген күн үшін төленбеген соманың 1,25% мөлшерінде айыппұл салынады. Егер жеке кәсіпкер, оның қызметкерлері, зейнеткерлер, студенттер, мүгедектер, көпбалалы аналар тиісті марапаттары бар болса, өзі және жұмыскерлер үшін жарна төлемейді. Барлық басқа жағдайларда тіпті кәсіпкер басқа жеңілдікті санаттарға кіретін болса да жарналарды төлеуге қажет. Егер жеке кәсіпкер салық органдарымен қызметін жеке және салық есептелген тоқтатқан болса, жұмыс істемесе және кіріс ала алмаса, бірақ сонымен бірге жеке тұлға бола тұра 3 жасқа толғанға дейін бала күту немесе бала күтімі бойынша демалыста болса, онда бұл адам міндетті медициналық сақтандыру үшін жарна төлеуді босатады.